Осындай ойлардан кейін мен бұл жолды максималды түрде тоқтатпауға бел будым. Алла тағала ең басты денсаулық берсін. Қалғанның барлығын енді қиын болса да, қанша отказ беру керек болса да жалғастырамыз. Енді бір-бірінде шын ниетпен көмектесуге тырысамыз. Таяқтың екі ұшы бар, теңгенің екі жағы бар демекші. Мысалы, бір адамға көмектесіп қана қоймай, сонымен қатар қаншама адамның сауапқа кенелуіне себепкер болатынын кәдімгідей түсінгеннен кейін екі есе мотивация болды. Мысалы, қарапайым кітап арқылы жаңағы мешіттің қайта жандануы. Аллаға шүкір, мешіт өте күшті болып жатыр да, бұйыртса көрсетсем ғой ашылуына барған кезде. Ол да әр... В общем, сол бұйыртса мешіттің ашылуынан кейін жан серігі қайырымдылық қоры өзінің жұмысын күштілеп тұрып бастайтын болады. Ол әрине каждый сбордың барлығы өзінің осы главный аккаунтына салынбаса да, ол сол жан серігі қайырымдылық қорының инстаграмында аптасына 2 аптада бір рет міндетті түрде сборлар болып, қолдан келгенше жиналған суммаларды бұйыртса табыстап отыратын боламыз. Сосын айтайын дегенім, бұның барлығы енді басталды ғой, әңгіменің барлығы не үшін басталды? Ертең бір өте шұғыл түрде жасалатын сбор болады, роднойлар, соған өздеріңіздің садақаларыңызды дайындап қойыңыздар. Кең болсаң, кең болмайды. Жандарым, құдай бере салғандар. Баяғы кездердегіде ұзақ приятно сообщениялар келді. Оказывается, по душам есть. Ішін ақтармағал біраз опты, рахмет, роднойлар, қолдауларыңа қайырлы түр. Істеп жатыңдар. Іздесеңдер тиктоктамын, трендтен вообще қалмайым. Қайырлы күн, роднойлар! Күндеріміз сәтті өтсін. Айырылысып басқа біреумен қосылсақ та, сол адамға ұқсастығын іздейміз. Сіздің ағайындар осындай өлеңдерді тыңдайды. Қой, Бақтияр, Апеше. Қара, мін. Даусын шар. Апешке жизовой отказ. И кеттік ау. Жүрегің ауырса да, сен қарама. Алдыңғы тректің сөздерін қатты жатқа біліп жүрекпен айтқан емес. Негізі оны Бақтияр түсіп қалды өтемін деп. Бақтияр тыңдайды часто, просто соған қарап жаттап алғанбыз. Кез келген адам Алматыға келгеннен кейін ең бірінші келетін жер осы мегацентр, сосын KFC. Өй, тұлпарымның алғашқы 10 000 километрде майна ауыстыруға баратырық. Бүгін сбор, роднойлар! Сен болмасаң жаныма не істермін, жүрегіме жүрген билігі, өмірімнің түрін қайырмасында айырам. Сенің Каспий Голдпен жіберем деп ақшаны жібермей қоятын досың. Төлейсаш сен деп өтірік айтатын досың. Родной бургер. Пост шықты деп қатты кетсең. Астында өте қызықты комментарийлер болып отыр. Оны жігіттен. Менің комментариям астына көп лайк басыңызшы. Дәмемен қосып баратыр. Короче, бүйтейік. Сол постқа лайк басып и комментарий жазған роднойға рандомно таңдаймын. Роднойлар коллекциясынан бір футболка тауып алдым, өткенде ашылмаған жап-жаңа. Бұл әлемде шектеу жоқ деген. Соны берем. Жеңімпаз ертең кешке анықталады. Сәттілік.